Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мархабат. Бүгін сіздермен гендербатиге осындай өз қолымызбен торт жасайтын боламыз. Алдымен бізге қажет заттар бұяқта ұн, крахмал және де разрыхлитель, содан кейін сәбіз қажет болады, жұмыртқа, қант, айран, корица, сұйық май және де сода қажет болады. Ал енді кірісейік. Бірінші ұн, крахмал, разрыхлитель және де корицаның қосып араластырамыз. Айранға соданы және де осы жерге сұйық майды қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Көлемі ұлғаяды. Содан соң ыдысқа жұмыртқаға қантты қосып 5 минуттай көлемі ұлғайғанша, массамыз ағарғанша миксерлейтін боламыз. Дәл осы массамызға айранымызды құямыз, сәл миксерлеп, содан соң 2 қайтара ұнымызды қосамыз. Бірінші араластырып аламыз, содан кейін барып миксерлеймін. Не осындай қойлықта бізде болады. Содан соң ең соңында сәбізді қосам және де араластырам. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша грек жаңғағын да қосуға болады. Грек жаңғағымен өте дәмді болып шығады. Бұл менде сәбізден торт. Содан соң осындай кальцоны алып, фольгамен жанынан осылай жасап шығамыз. Және де қамырымызды құямыз. Бірақ қамырды құймас бұрын бірінші противенге қойып алыңыздар, кальцияны содан кейін барып қоясыздар. Әйтпесе жаңағыдай фольганың ішінен шығып кетуі мүмкін. Енді 180 градуста қыздырылған пешке шамамен 50-60 минутқа қоямыз. Бірақ мен сіздерге кеңес беретінім 2 бөліп пісіргендеріңіз өте абзал, сонда 30-40 минутта піседі. Енді креміне кірісейік. Бірінші творожный сырды миксерлеп аламыз, содан кейін бар сливки құямыз. Сәл миксерлеп қоюланғаннан кейін барып қант ұнтағын саламыз. Бұл крем ортасына жағылатын крем. Міне осылай миксерлеп аламыз. Міне содан кейін корждарымыз піскеннен кейін дәл суығанын күтіп, теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін барып кремдеріміз жағамыз. Мен бұл тортта жынысын анықтайтындай қылып жасамаймын. Егер сіздерде осы торттан белгілі болғанын қаласаңыздар, онда баланың жынысына сәйкес кремінде түсінде жағуға болады. Мәселен, ұл болса көк крем, қыз болса розовый крем. Біздер шар арқылы анықтадық. Содан соң жаңағыдай холодильникке салып қоямыз да, бір сағаттан кейін барып, қайттан алып шығып, жандарын барлығын осы креммен жағып шығам. Сосын жарты сағатқа қойып қоям. Келесі жағылатын крем сонда жақсы жағылатын болады. Енді обтяжкаға крем дайындаймыз. Менде ол бөлек крем. Творожный сырды қайттан миксермен осылай миксерлеп аламыз. Содан кейін ерітілген бөлме температурасында тұрған сары майды қосып миксерлейміз. Содан соң барып қант ұнтағын қосып тағы да миксерлейміз. Осымен біздің обтяжкаға арналған креміміз дайын болады. Міне осындай болып шығады. Теңдей 2 бөлікке кремді бөліп алып, біреуіне көк краситель, біреуіне розовый красительді қосып араластырамыз. Содан соң кремді кондитерлік мешоктың ішіне салып қоямыз да, дәл видеодағыдай етіп жартылай көк және де жартылай розовыйды жағып, менде айналдыратын болмай тұр. Сондықтан да осылай айналдырдым өзім по-домашнему.
содан соң осының кремнің барлығын тегістеп шығамыз. Және де әсемдеу үшін мен магазиннен арнайы осындай кішкентай 2 бубекті сатып алдым. Біреуі примерно 450 теңге тұрады. Екеуін алып, қыз және олды және розочка насадкасының көмегімен әдемі розалар орнаттым. Нәтижесі сіздерге қалай ұнады ма? Комментарияға жаза кетіңіздер. Егер ұнаса, онда лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне тортым осындай болып шықты. Ішіндегі кремі де барлығы да өте дәмді болып шықты. Келген қонақтар мақтады. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.